Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін осындай өте дәмді әрі өте оңай тез жасалатын итальяндық 12 қасық пирогын әзірлейтін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет 1 шымшым тұз және 3 жұмыртқа, 12 қасық қант, 12 қасық сүт, және де уксуспен араласқан содамызды құйып араластырып аламыз. Осының үстіне 12 қасық сұйық майымыз және де 12 қасық ұнымызды салып, әбден түйіршіктер жазылғанша араластырып аламыз. Енді осы дайын болған массамызды май жағылған формамызға құйып, алдын ала қызып тұрған духовкамызда 30-35 минутта 200 градуста пісіріп аламыз. Бұл пирогтың ерекшелігі құрамындағы заттардың барлығы 12 қасықтан тұрады. Міне біздің пирогымыз осындай әдемі болып пісіп шықты. Бұның бетіне крем жағып әсемдесеңіздер де болады. Крем жақпасаңыздар да өте дәмді пирог. Мен сіздерге арасын кесіп көрсететін боламын. Міне арасы осындай әдемі болып пісті. Сіздерге ұнап жатса, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады.